Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Мені есім Лязат. Бүгін біз орама дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші қамырын дайындап аламыз. Жұмыртқа мен тұзды араластырып, оған су қосып, тағы да жақсылап араластырып, еліктен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақта, өте жұмсақта емес, қатты да емес, орташа болғаны дұрыс. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Одан соң біз фаршымызды дайындап аламыз. Фаршымызға тұз, бұрышымызды қосып, пияз қосып, жақсылап араластырамыз. Менің қолданатын фаршым ол ішек қарын фаршы болып келеді. Бүгінгі біздің дайындайтын орамамыз мантыға қарағанда жеңілдірек болады және де тез дайындалады. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды тағы да бір илеп, қайтарып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Одан соң осындай бөліктерге бөліп, арасына салмасын салып, орайтын боламыз. Салмамызды қиғаш етіп саламыз, сол кезде орауымызға ыңғайлы болады. Мінекей осылай фаршымызды салып, осылайша орап, барлығын бірдей дайындап аламыз. Одан соң мантабаркамызға салып, барлығын будап пісіріп алатын боламыз. Барлығын осылайша дайындап аламыз. Одан соң бетін аздап майлы жағамыз. Біздің орамамыз 45 минутта піседі. Одан соң біз пияз бен томат пастасын салып, подливкасын дайындайтын боламыз. Бұл өте қарапайым жолмен дайындалады, сондықтан да тез болады. Мінекей достар, біздің орамамыз пісті, өте дәмді болып шықты. Сондықтан да сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Лязат. Сау болыңыздар.